Осы сабағымызда HTML мен танып шығамыз. HTML теглермен танысамыз. Қалай қолай істеу керек екенін көріп шығамыз. Баста проектімді ашып аламын. Open folder. Болмаса мына жерде open folder деген бар. Басайын. Рабочий столда project проект 1. Аштым. Проектімді бос деп есаплайық. Кәне, әмелдат бос. Есет жоқ. Папкасы бар да. HTML жарататын болсамыз, сайттың келетін жарататын болсам, кнопкаға басып, индекс деп жаратамын. Индекс. Әрдайым индекс деп жаратасыз. Бұл бас бет болады. Енді структурасын көрсетемін. Үндеу белгісін қойып, Enter'ді басып жібереміз. Юзерға көрінетін жақтың әммесі body тегінде ішінде болады. Ал әмме документіміз HTML-дің ішінде болу керек. Go live дегенге басайын. Body'дің ішіне бір зат жазсам, бұл жерде де шығады. Документ дегенді өзгертсем, бұл жерде жақсылап қарасаңыз, тайтылға өзгереді. Тайтылға өзгерді. Бұның бұл жерде тұрғанда, бұл жерде тұрса да болады. Ең ахметлісі head деген тегтің ішінде тұру керек. Структурамен жаратын болсаңыз, қараң. Бір зат жаздым. Enter'ді басып жазып атпам. Бірақ бұл жерде әммесі бір линияға түсіп кетеді. Енді текст жазатын болсамыз, енді P деген текке жаратуымыз керек. P деген жаратамын. P деген жаратамын. Текст жазу үшін пайдаланатын тег. Текстің титул яғни заголовок жарату үшін h1 тегінен пайдаланамыз. Бір сайттың ішінде, индекстің ішінде бір h1 болу керек. H тегі 6-ға дейін бар, 6 өрені бар. Бірден жазайын. Алты өрені бар. H1, H2, H3, 4, 5, 6-ға дейін бар. Бұлардың әммесі сайтымыз роботлар оқуға қолай болу үшін и басқа разработчиклар, программистермен бірге істеген уақытта қолайлық үшін керек болады. H7 деп жазсам да болады. Ешқандай қателікке алып келмейді. Бірақ браузер бұны өзіне өзі автомат дұрыста жібереді. 7 деп жазайын. Тәрізде браузер өзі дұрыста жіберді. Оны өшіріп тастайын. Енді тапсырмамыз керек. Бізде әрқайсысын тапсырмалым. Бетімізде 5 абзац жаратуымыз керек. Абзац P тегімен жаратылады. P 5-ін жаратамыз. 5-ін жараттым. Бұл жерде ештеңе жоқ. Бір зат жазсам ғана пайда болады. Бұл жерде қателік болды. Қараң, мына жерде текті ұмытып кеттім. 1, 2, 3, 5 абзац жараттым. Енді H1 атамада title жаратып көрейік. H1 дейміз. Title жаратылды.
Alt Shift F'ті бассам, оқуға қолай форматқа келеді. Енді тап осы затты HTML-ға түсіріп көрейік. Қараң, бұл жерде қисайып тұрыпты. Мына жерде қалың болып тұрыпты. Осыны HTML-да қалай жазамыз? Мысалы, мына жерге қоямын. Мынаны өшіремін. Я болмаса комментарий алып қоямын. Комментарий үшін Alt Shift A дегенді басамын. Айлап тұр. Бізге қазір керек емес. P деген текті жаздым. Енді бұны қалың қылып көрсету үшін біздер мынаны бір текке ораймыз. Бұл орадым. Енді результатын көрейік. Міне. Болтқа өзгерді, қалыңға өзгерді. Мына зесттен болтқа орасам, қалың болып өзгереді. Көрдіңіз ғой. Енді қисайтып көрсететін болсам, мынаны пісейін, енді керек емес. Ай деген текке ораймын, кәлет қоямын. Қисайып көрдім. Бұны айды болтқа да орасам болады, бұлай алып бір-бірінің ішіне кіріп. Бұның ішінде қалың болып тұрды. Бірақ әрдайым қараң, бұл тектер inline тектер болады, яғни текстің ішінде кететін тектер. Inline. Бұны B деп тұрып, B-ға орауға қате болады. B-ны жазып тұрып, B-ға орайсыз. Текстіңізді бұлай, бұл қатешілік болады. Сол үшін барлы болың. Бірнеше тапсырманы орынладық. Тапсырма 1. Енді екінші тапсырмаға өтейік. Біздерде тегтер список жарату үшін мынандай тегтен пайдаланамыз. Баста бұл список екенін көрсетіп алуымыз керек. Оны қалай көрсетеміз? Улы деймін. Тамасы оны order етілейсің. Список бар деп айттым мына жерде. Li деймін, список деймін. Текст. Енді осыны копиялаймын. Список пайда болды. Енді осыны нумерацияға айландыру үшін бұны ол емес, олы деп жазамын. Олы. 1, 2, 3, 4, 5. Болып өзгерді. Енді A тегін өйренейік. A тегі қайтып істейді. Барын хамесін аламан. Комментария алып тастасам да болады. Я өшіріп тастасам болады. Өшіріп тастағам. Қараң. A тегін жаздым. Бұл жерде енді таза зат пайда болды тегтің ішінде. Бұл атрибут делінеді. Pref деген атрибут. A-ның атрибуты. Атрибутлар көп. Оны ярлау шарт емес. Керек-керектерін алып аламыз. Pref не алады? Бір текст жазамын. Көп болып тұрды. Көрдіңіз ба? Веб-сайтларда Википедияға кірсеңіз, бұлардың хаммесі көп болып тұрды. Бұлардың хаммесі сілтемелер деп айтылады. Сілтеме. A тегтің аты да сілтеме. Яғни ссылка орысша. Не бассам, соға өзгереді. Мына жерде қарап тұрыңыз. Өзгеріп жатыр. Жерде өзгертетін қылсақ болады веб-сайтымызда. Мысалы, YouTube-ға кететін қылып. Яғни Google-ға кететін қылып. Сайлап алайын Google-де.
Google'ga кірдім, міне мына жерден копировать етіп алайын. Мен HTTPS-ін қосып копировать етіп аламын. Енді бұл жерде текст бар. Қараң. Бастым, Google-ға өтіп кетеді. Көрдіңіз бе? Google-ға өтті. Осыны навигация қылып істетсек те болады. Сайтымызда тек index HTML болмайды, ал about HTML болса болады. About біздер хақымызда. Үнде белгісін басаман. Тек жазаман. Ешбір бір бетте біреу болу керек. Бұл жерде былайынша өтсем де болады. Міне about бетке. About бетке өттім. Назатты басып, ізге қайтып. Яғни сілтеме арқалы. Қалай көрсетеміз оны? Қараң. Индекстен. Так. Мынаны өшірдім. Рефтің ішіне. Енді HTTPS about деген жарату жазу керек емес. Мыналардан жазу керек емес. Копировать етпейсіз. Қараң. Мына жерде шеп жақта папкілерімізге қараймыз. Папкінің ішінде мағлұматтар қараймыз. Үстіне бастым. About HTML деп жаздым. Барсам енді about бетке өтті. About бетте индекске өтетін болсақ, мына жерге индекс деп жазамын. Бұл жерде индекске өту деген бар. Индекске өтті. About-қа өтеді, индекске өтеді. About, индекс. Сондай қалып навигация десек болады. Үнде белгісімен контакт. Қалай навигация істейміз? Қараң. Оның үшін алдыңғы білімдерден пайдаланайық. UL деймін. Қараң, V дедім. Енді осы жерге V-дің ішіне A-ны жазамын. Бас бет. Индекс HTML. Bunu копировать етейін. Бұл жерде about. About. И контакт деген бар. Осыны басқа жерлерге де қойып шығайын. Жерге де қойайын. Жерге де қойайын. Навигация пайда болды. Бас бетке өтсем, бас бет, about бет, контакт бет, контакт деген өзгертпеппін. Контакт деп жазуым керек. Так, HTML. Так, бұл жерде өзгерістерімізді мына жерге де қоюды ұмытпайық. Вот, контакт. Навигация жараттық, енді сурет қоюды үйренейік. Сурет қоятын болсам, image деген тегтен пайдаланам. Image деп қойдым. Енді осы жерде екі атрибут пайда болды. Қараң, alt деген атрибут суретіміз жоқ болса пайда болатын жаз. Мысалы, сурет деп тұр. Көрдіңіз ғой? SRC бұл источник делінеді. Источник қайсы жерден аламын суретті. Баста интернеттен алып көрсетейін. Қараң, интернетте қалеген жерге барама. Мысалы, бір зат жазамын.
Suretler turibdi. Ешкінің оң жағын басып, копировать URL картинка деген басамын. URL-ді қойдым. Сонда URL-ді қойғаннан кейін суретім шығады. Я болса, осы суретті сохранить етіп қойып, папкадан қойсақ болады. Мысалы, суреттер отдельно images деген папкамыз бар. Оны сохранить етемін. Сохранить картинку как деймін. Рабочий стол сайлайын. Мой проект images жерге сохранить етті. Суреттің атын жазып қояйын, фото. Мен мұны өшірдім. Енді қараң. Сіздер индексте тұрсыз. Images бұл жерде тұрды. Не аламыз? Images деймін. Папканы тауды. Ішінде фото дегенді сайла деймін. Сурет қойылды. Көрдіңіз ғой? Осы жерде енді тағы бір атрибутлар бар. Қандай атрибут? With деген бар. Кішійтетін help деген бар. Ал 10 деп. Екілігін, ұзынлығын кішійтіп үлкейтеді. Пропорциясын сақлаған қалды 100 деп қояды. Әне.